Сәлеметсіздер ме? Бұл видеода біз құрамында октет ережесіне бағынбайтын атомдар бар молекулалармен танысамыз. Бірінші октет ережесі не екенін қайталап жіберейік. Октет ережесі атомның сыртқы энергетикалық деңгейі 8 электронмен аяқталғанда пайда болатын күйді сипаттайды. Мысалы, тетрахлорметан молекуласына қарайық. Бұл жерде тетрахлорметан көміртек атомынан құралған. Көміртек атомының 4 валенттік электроны болады. Бұл молекулада ол 4 хлор атоммен байланысады. Хлордың 7 валенттік электроны бар. Бұл жерде хлор атомында 3 бөлінбеген электрон жұптары бар және 1 жұптаспаған электрон бар. Ол осы көміртек атоммен жұптасады былай. Нәтижесінде қараймыз. Көміртек атомның айналасында көміртек атомы 8 электронмен аяқталып тұр. Яғни көміртек атомының электрондық конфигурациясына қарайтын болсақ, оның мына 2s орбиталындағы бір электрон қозған кезде бізде осындай 4 жұптаспаған электрон пайда болады. Әрине олар гибридтеніп sp3 орбитальдарын құрайды. Біз гибридтенуді бөлек видеода талдаймыз. Хлордың осы 4 жұптаспаған электронымен жұптасқан кезде оның сыртқы қабаты осылай 8 электронмен аяқталады, егер біз қарапайым түрде түсіндіретін болсақ. Сонда октет ережесі 8 электронмен аяқталған кезде пайда болатын тұрақты күйді сипаттайды. Бұл жерде хлор атомдарына қарайтын болсақ, хлор атомдары да 8 электронмен аяқталып тұр. Ал енді мына молекулаларға назар аударайық. Бұл жерде орталық атомды біз қызылмен көрсетіп тұрмыз. Осы орталық атомның айналасындағы электрондар санын есептейік. Егер хлор атомына қарайтын болсақ, хлор атомында 2 бөлінбеген электрон жұбы бар. Олар 4 электронды құрап жатыр және 3 байланыс болып тұр. Әрбір байланыс 2 электроннан тұрады. Яғни бұл жерде 1, 2, 3, яғни 6 электрон. Оған осы 4 электронды қоссақ, бізде хлордың айналасында 10 электрон болады. Бром атомына қарайық. Бром атомында 1 бөлінбеген электрон жұбы және 5 байланыс. 5 байланыс деген бұл 10 электрон және 2 қосамыз 12 электрон болады. Күкірт гексахлоридіне қарайтын болсақ, бұл жерде 6 байланыс. 6-ны 2-ке көбейтеміз, бізде 12 электрон болады. Және ксенон тетрахлоридіне қарайтын болсақ, бізде бұл жерде 4 байланыс. Бұл 8 электронға тең. Және 2 бөлінбеген электрон жұбы. Бұл 4 электрон. Яғни бұл жерде 8-ге 4-ті қосақ 12 электрон шығады. Көріп тұрғандай, бұл мысалдарда хлор, бром, күкірт және ксенонның айналасында 8 электроннан артық электрон бар. Бұндай күйді біз гиперваленттілік деп атаймыз. Яғни сыртқы энергетикалық деңгейде 8 электроннан артық болатын атомның күйі. Бұл жерде яғни хлор, бром, күкірт, ксенон мына мысалдарда гипервалентті болып келеді. Біздің каналымызда егер химиялық байланыс бойынша плейлистіне көшетін болсаңыз, бұл плейлистте Льюис формуласын құру бойынша видео жүктелген. Алайда бұл видеода түсіндірілген қадамдарды біз мына гипервалентті атомдар үшін қолдана алмаймыз. Сондықтан бұл видеода осындай октет ережесіне бағынбайтын бөлшектер үшін Льюис формуласын қалай құруды біз талдаймыз. Бірінші мысал ретінде фосфор пентахлоридін алайық. Ең бірінші қадам бұл біз осы фосфор пентахлоридіндегі фосфор және хлор атомдарының валенттік электрондар санын бір-біріне қосамыз, сосын барлық валенттік электрон санын есептейміз. Бұл үшін периодтық жүйеге көшейік. Көріп тұрмыз, бізде фосфор 5-ші топшада орналасқан, яғни фосфор атомында 5 валенттік электрон болады, ал хлор болса, хлор 7-ші А топшада орналасқан, оның 7 валенттік электроны болады. Яғни бұл жерде фосфордың 5 валенттік электроны және бұл жерде бізде 5 хлор атомы. Сондықтан біз 7 валенттік электронды 5-ке көбейтеміз. Нәтижесінде барлық валенттік электрон саны 40 электронға тең. Екінші қадам, біз молекуланың қаңқасын құраймыз. Әдетте орталық атом электр терістілігі төмен элемент болады. Сонымен қатар сутек және фтор ешқашан орталық атом бола алмайды. Бұны еске сақтаңыз. Бұл жерде фосфор мен хлорды қарайтын болсаңыз, біз білеміз, период бойынша электр терістілік солдан оңға қарай артады. Яғни бұл жерде хлордың электр терістілігі жоғары, ал фосфордың электр терістілігі төмен. Сондықтан фосфор бізде орталық атом, ал хлор шеткі атом болып келеді. Фосфор орталық атом, ал 5 хлор атомын біз фосфордың айналасында шеткі
атом ретінде орналастырамыз. Үшінші қадам, біз осы әрбір шеткі атомды орталық атоммен дара байланыс арқылы қосамыз. Бұлай, әрбір шеткі атом деген орталық емес атом, яғни әрбір хлор атомын біз осы орталық фосфор атомына дара байланыс арқылы қостық. Келесі қадам, бізде мынандай құрылыс пайда болды. Әрбір шеткі атомдарды біз октетке дейін толтырамыз. Енді бізде осындай құрылыс пайда болды. Біз осы шеткі атомды алып, хлор атомдарын октетке дейін толтырамыз. Хлор атомында бұл жерде көріп тұрмыз, 2 электрон, байланыстырушы электрон болып келеді. Яғни 8 электронға дейін октетке дейін толтыру үшін бізге 6 электрон қажет. Біз бұл 6 электронды хлор атомының айналасында бөліспеген электрон жұптары ретінде орналастырамыз. 6 электрон дегеніміз 3 бөліспеген электрон жұптары. 1, 2 және 3. Енді көріп тұрмыз, хлор атомының айналасында 8 электрон пайда болды. Енді біз басқа хлор атомдарын тап солай 8 электронға дейін толтырамыз. Келесі қадам, байланыстырушы электрондарды, яғни мына 10 байланыстырушы электрондарды және бөліспеген электрон санын санап, яғни мына шеткі атомдағы бөліспеген электрондарын барлығын қосып, біз бірінші қадамда санаған толық валенттік электрондар санынан азайтамыз. Бірінші қадамда бізде барлық электрондар, валенттік электрондар саны 40 электрон болды. Енді қараймыз. Мына жерде оны өте оңай санауға болады. Біз білеміз, хлордың айналасында 8 электрон бар мына жерде. Және бізде бұндай хлор атомдары 5. Яғни 8-ді біз 5-ке көбейтетін болсақ, бізде барлығы 40 электрон шықты. Толық валенттік, бірінші қадамда санаған толық валенттік электрондар санынан азайтамыз, сонда бізде 0 электрон шықты. Яғни барлық валенттік электрондар бұл жерде орналасып тұр бұл молекула құрылымында. 6-шы қадам, қалған электрондар санын орталық атомға бөліспеген электрондар жұбы ретінде орналастырамыз. Бұл жерде бізде электрондар қалған жоқ, сондықтан бұл жерде Льюис құрылымы бұлай болып келеді. Яғни бізде фосфор атомындағы барлық валенттік электрондар байланыстырушы электрондар болып келеді. Келесі мысал, күкірт тетрафториді. Тап солай. Бірінші біз олардың валенттік электрондар санын есептейміз. Күкірт бізде 6-шы топшада орналасқан, яғни күкірттің 6 валенттік электроны болады, және фтор бізде 7-ші топшада орналасқан, оның 7 валенттік электроны болады. Күкірттің 6 электроны, фтордың бұл жерде 4 атом, яғни 4-ті 7-ге көбейтеміз, нәтижесінде барлық валенттік электрондар саны бізде 34 электронға тең. Екінші қадам, молекуланың қаңқасын құраймыз. Бұл жерде, егер электр терістіліктерін салыстыратын болсақ, біз білеміз, фтор ең электр терістілігі жоғары элемент, яғни күкірттің электр терістілігі бұл жерде төмен. Сонымен қатар фтор ешқашан орталық атом бола алмайды. Сондықтан бұл жерде күкірт бізде орталық атом, және 4 фтор атомын осылай орналастыратын болса, бізде осындай молекул қаңқа шығады. Үшінші қадамда біз әрбір осы шеткі фтор атомдарын күкіртпен дара байланыс арқылы қосамыз. Төртінші қадам, енді біз әрбір шеткі атомдарды октетке дейін толтырамыз. Бұл жерде фтор атомында 2 электрон бар, октетке дейін 6 электрон қажет, 6 бөліспеген электрондар болады бұл жерде. Оны біз электрондар жұбы ретінде 3 жұп ретінде қосамыз. Және басқа да фтор атомдарына тап солай істейміз. Нәтижесінде көріп тұрмыз, фтор атомның айналасында 8 электрон болады, және бізде ондай 4 фтор атомы бар. Сондықтан 5-ші қадамда біз жаңа санағандай барлық валенттік электрондар саны бізде 34 электронға тең болды. Енді мына жерде санап көрейік, қанша электрон бар екен. Бізде фтор атомның айналасында 8 электрон, бұндай бізде 4-еу, 8-ді 4-ке көбейтетін болсақ, бізде 32 шықты. Енді азайтамыз, 32 электрон. Маған тағы да 2 электрон қажет. Бұл 2 электрон бізде қалған электрондар, оны біз орталық атомға бөліспеген электрон жұбы ретінде орналастырамыз. Яғни мына күкірт атомына осындай
бөліспеген электрон жұбын қосамыз. Енді бұл молекулада барлығы 34 электронды біз осы Льюис формуласынан көріп тұрмыз. Келесі мысал хлор трифториді. Бұл жерде хлор мен фтордың валенттік электрон санын біз білеміз, 7-ге тең. Сонда барлық валенттік электрондар саны 28 электрон болады. Екінші қадам ретінде біз молекула қаңқасын саламыз. Фтор бізде ешқашан орталық атом бола алмайды, және оның электр терістілігі хлорға қарағанда жоғары. Сондықтан бұл жерде хлор бізде орталық атом, және фтор, 3 фтор атомы шеткі атом болып келеді. Енді молекулалық қаңқаны құрау үшін біз әрбір шеткі атомды орталық атоммен дара байланыс арқылы қосамыз. Төртінші қадам бізде есіңізде болса, әрбір шеткі атомды октетке дейін толтырамыз. Біз білеміз, бұл жерде 2 электрон фторда байланыстырушы электрон болып тұр. Сондықтан оны октетке толтыру үшін оған тағы да 6 электрон қажет. Енді бізде фтордың айналасында 8 электрон бар. Басқа фтор атомдарын тап солай 8 электронға дейін толтырамыз. Ал енді біз мына барлық көріп тұрған электрондарды санап көрейік. Фтордың айналасында 8 электрон бар, және ондай бізде 3 фтор мына жерде. Сондықтан 3-ті 8-ге көбейтетін болсақ, бізде 24 шықты. Біз 28-ден 24-ті азайтамыз. Нәтижесінде бізде әлі 4 электрон бар. Бұл электрондарды, қалған электрондарды біз орталық атомға бөліспеген электрондар жұптары ретінде орналастырамыз. 4 электрон деген 2-ке бөлсек, 2 жұп. Яғни 1 және 2. Бұл 4 электронға тең. Бұл хлор трифторидінің Льюис формуласы. Келесі, ксенон фтор 2. Ксенон бізде 8-ші топшада орналасқан. Ксенонның яғни 8 валенттік электроны бар, және фтордың 7 валенттік электроны бар. Ксенон 8 электрон, 2 фтор атомында 14 болады, сонда барлығы бізде 22 электрон шықты. Енді келесі қадам біз молекулалық қаңқаны құраймыз. Бұл жерде әрине фтор шеткі атом болады, және ксенон орталық атом болады. Және біз оларды дара байланыс арқылы қосамыз. Және келесі қадам мына 2 фтор атомын шеткі атомдарды октетке дейін толтырамыз. Енді фтор атомның айналасында 8 электрон болды. Мына жерде 8 электрон, және мына жерде 8 электрон. Бұл 16 электронға тең. 16-ны 22-ден азайтамыз. Сонда бізде әлі 6 электрон бар екен. Бұл 6 электронды біз ксенонның айналасында жұптаспаған. Мына жерде 1 жұп, 2-ші жұп, және 3-ші жұп ретінде осылай орналастырамыз. Бұл ксенон дифторидінің Льюис құрылымы. Келесі мысал күкірт гексафториді. Алдыңғы мысалда біз көрдік, күкірттің 6 валенттік электроны бар. 6 фтор атомы, яғни 6-ны 7-ге көбейтеміз, себебі фтордың валенттік электрондар саны 7. Сонда бізде барлығы 48 электрон шықты. Енді молекулалық қаңқаны құраймыз. Бізде күкірт орталық атом, және 6 фтор атомын күкірттің айналасына орналастырамыз. Әрбір фтор атомын күкіртке дара байланыс арқылы қосамыз. Енді фтор атомдарын октетке дейін толтырамыз. Енді көріп тұрмыз, фтор атомдары октетке дейін толды. Қанша бізде осындай фтор атомдар бар? 6. Яғни 8 электронды біз 6-ға көбейтетін болсақ, бізде 48 электрон шығады. Біз оны барлық валенттік электрондар санынан азайтамыз. Сонда бізде 0 электрон қалды. Яғни бұл жерде барлық валенттік электрондар мына жерде көрсетіліп тұр. Бұл Льюис құрылымында. Келесі мысал бром пентафториді. Бром фтор сияқты 7-ші топшада орналасқан, оның 7 валенттік электроны бар. Фтордың да 7 валенттік электроны, бірақ біз оны 5-ке көбейтеміз, себебі 5 фтор атомы бар. Сонда бізде барлығы 42 электрон шықты. Енді молекулалық қаңқаны құраған кезде бізде бром орталық атом болады. Және біз 5 фтор атомын айналасына орналастырамыз.
және әрбір фтор атомды орталық атоммен дара байланыс арқылы қосамыз. Келесі қадам шеткі атомдарды октетке дейін толтырамыз. Бұл бізде фтор, шеткі атом октетке дейін толтыру үшін біз 6 электрон қосу керекпіз. Енді фтор атомның айналасында 8 электрон, бізде ондай 5 фтор атомы берілген. Бұл жерде 8-ді 5-ке көбейтетін болсақ, бізде 40 шығады. 42-ден 40-ты алатын болсақ, бізде әлі 2 электрон бар екен. Бұл 2 электронды біз бром атомына бөліспеген электрон жұбы ретінде қосамыз. Сонда бізде мына Льюис формуласында барлық 42 электронды көріп тұрмыз. Және тағы да бір мысал ксенон тетрафториді. Ксенонның 8 валенттік электроны бар. Бұл жерде бром емес ксенон. Және 4 фтор атомы бізде 4-ті 7-ге көбейтеміз. Нәтижесінде барлығы 36 электрон шықты. Енді ксенон бізде орталық атом. 4 фтор атомын айналасына орналастырдық. Әрбір шеткі атомды дара байланыс арқылы қостық. Және шеткі атомдарды октетке дейін толтырамыз. Келесі біз мына құрылымда валенттік электрон санын есептейік. Бұл жерде бізде фтордың айналасында 8 электрон, 8-ді 4-ке көбейтетін болсақ, 32 шығады. Яғни бұл жерде әлі де 4 электрон жетіспейді. Бұл 4 электронды біз ксенонға бөліспеген электрон жұптары ретінде осылай орналастырамыз. Және соңғы мысал кішкене күрделі мысал. Себебі бұл жерде бізге ион берілген. Бұл ион йод және фтор атомынан құралған, яғни йодтың 7 валенттік электроны бар, фтордың 7 валенттік электроны бар, және бұл жерде заряд 1 минус. Теріс заряд үшін біз әр зарядқа электронды қосамыз, ал оң заряд үшін біз әр зарядқа электронды алып тастаймыз. 1 минус заряд үшін біз 1 электронды қосамыз. Нәтижесінде бізде барлық валенттік электрондар саны 36-ға тең. Келесі қаңқаны құрамыз. Йод бізде орталық атом, және 4 фтор атомы орналасады. Тап солай істейміз барлығын. Оларды дара байланыс арқылы қосамыз. Және фторды октетке дейін толтырамыз. Нәтижесінде қанша электрон бізде мына жерде бар? Фтордың айналасында 8 валенттік электрон, 8-ді 4-ке көбейтсек 32 шықты. Бізде әлі де 4 электрон бар екен. Бұл 4 электронды йод атомның айналасында бөліспеген электрон жұптары ретінде орналастырамыз. Ал енді бұл жерде бізде ион берілген, сондықтан біз зарядты көрсету керекпіз. Ионның заряды 1 минус дегеніміз әрбір атомдық формальдық зарядтардың қосындысы 1 минуске тең болу керек. Бұл үшін біз әрбір атомның формальдық зарядын есептейік. Формальдық зарядпен біз өткен видеода таныстық, Льюис формуласын құру бойынша видеода. Формальдық зарядты санау үшін біз атомның валенттік электрондар санын аламыз, одан байланыстар санын азайтамыз, және бөліспеген электрондар санын азайтамыз. Мысалы, фтор атомдарын алайық. Бұл жерде 4 фтор атомдары бірдей болып келеді, себебі олардың 6 бөліспеген электроны бар, және 1 байланыс. Фтордың валенттік электрондар саны 7. Азайтамыз байланыстар саны. Бұл жерде фторда 1 байланыс, яғни 1-ді азайтамыз. Және азайтамыз бөліспеген электрондар саны. Бөліспеген электрондар саны бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сонда бізде 0 шықты. Яғни әрбір фтор атомының формальдық заряды бұл жерде 0-ге тең. Енді йодтың формальдық зарядын есептейміз. Йодтың 7 валенттік электроны бар. Қанша байланыс? Ол 4 фтор атоммен 4 байланыс құрып жатыр. Және оның айналасында 4 бөліспеген электрондар бар екен. Сондықтан тағы да 4 азайтамыз. Нәтижесінде бізде минус 1 шықты. Яғни бұл жерде йодтың заряды мына жерде 1 минус. Осылай минус деп көрсете аламыз. Сонда бізде осындай Льюис құрылымы шықты. Және егер әрбір фтор атомдардың формальдық заряды бұл 0, және минус 1-ге барлығын қосатын болсақ, бізде барлық заряд минус 1-ге тең. Яғни, мынау бізде
тетрафториядаттың Льюис құрылымы болып келеді. Сонымен осы видеода құрамында октет ережесіне бағынбайтын осындай атомдар бар, молекулалармен таныстық, және бұндай атомдарды біз гипервалентті атомдар деп атаймыз, себебі олардың сыртқы энергетикалық деңгейлері 8 электроннан артық болады. Бұл молекулалар үшін біз Льюис формуласын құруды үйрендік. Бұл өте қарапайым, көріп тұрғандай. Сұрақтарыңыз болса, төменде комментарийға жазуыңызға болады. Және бұл видео ұнаса, лайк батырмасын басып, біздің каналымызға жазуды ұмытпаңыздар.